Мүгедек жандар мен асыраушысынан айырылғандарға төленетін жәрдемақы өсті. Қазақстандықтарға 247 миллиард теңгеден астам сомада мүгедектігі және асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдер төленді. Жыл басынан бері мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды төлеуге республикалық бюджеттен 217,4 миллиард теңге жұмсалды. Бұған қосымша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбекке қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу бойынша шамамен 29,6 миллиард теңге сомасына әлеуметтік төлемдер жүзеге асырылды. 2025 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды алушылар саны шамамен 540,4 мың адамды, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша шамамен 196,4 мың адамды құрады. Мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері мүгедектіктің тобына және себебіне, сондай-ақ тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасына байланысты болады. Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері қайтыс болған асыраушының асырауындағы адамдардың санына, қайтыс болу себептеріне және ең төмен күнкөріс деңгейіне байланысты болады. Бұдан басқа, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға әлеуметтік тәуекелдер туындаған жағдайда әлеуметтік сақтандыру қорынан төлемдер жүзеге асырылады. Мәселен, 2025 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша 91,7 мың адам еңбек ету қабілетінен айырылу бойынша әлеуметтік төлем, ал 63,5 мыңға жуық отбасы асыраушысынан айырылу бойынша әлеуметтік төлем алды. Төлемдердің мөлшері жеке және мыналарға байланысты. Соңғы 2 жылдағы мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударымдар жүргізілген орташа айлық табыс, еңбекке қабілеттілігінен айырылу коэффициенттері, асырауындағы адамдар саны, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтілі және табысты ауыстыру. Бұл төлемдер республикалық бюджеттен төленетін ұқсас жәрдемақыларға қосымша жүзеге асырылады. Мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төмен күнкөріс деңгейінің ұлғаюына байланысты 6,5%-ға өсті. Қазақстан Республикасының үкіметінің шешімі бойынша еңбекке қабілеттілігінен айырылу және асыраушысынан айырылу бойынша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін төлемдердің мөлшері де 6,5%-ға артты. Мәселен, осы жылы жалпы аурудан мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды мөлшері бірінші топ үшін 101,702 теңгені, екінші топ үшін 81,362 теңгені, үшінші топ үшін 55,474 теңгені құрайды. 1 сәуірдегі жағдай бойынша еңбекке қабілеттілігінен айырылу бойынша әлеуметтік төлемдердің орташа мөлшері 70,124 теңгені, асыраушысынан айырылу бойынша 72,524 теңгені құрайды.